Шетелдегі оқу орындарында міндетті оқулыққа айналған қазақ батыры туралы кітап барын білесіз бе? Оны Германияда, Финляндияда, Қытайда және Израильде офицерлер міндетті түрде оқиды. Ал сіз оқыдыңыз ба? Сәлем достар, елімізде кітап апталығы өтіп жатқаны барлығымызға мәлім. Осы тұста ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған ерекше бір туындымен таныстырғым келеді. Бұл әлемнің бірнеше елінде жоғарғы бағаланған Александр Бектің «Бала қалам тас жолы» кітабы. Кітап Бауыржан Момышұлының Мәскеу түбіндегі шайқастағы ерлігі туралы. Командир мен сарбаз арасындағы бірлік, ұрыс, тәртіп, тактика бәрі бір осы кітапта. Атаулы шығарма 1946 жылы Израильде иврит тіліне аударылып, сол уақыттан бері офицерлерге міндетті түрде оқытылады. Бұған қоса Финляндияда курсанттар бұл туындыны талдаса, көршілес Қытайда бұл коммунистік партия мүшелері үшін ұсынылған кітап. Ал Германияда 1963 жылдан бастап әскери оқу бағдарламасына енгізілген. Ал сіз бұл кітапты оқыдыңыз ба? Комментарийге жаза кетіңіз.